Ұлттық экономика министрлігі зейнетақының көбейетінін мәлімдеді. Сонымен алдағы жылы, яғни 2026 жылы базалық зейнетақы қаншаға көбеймек? Бұл тұрғыда қандай шаралар қолға алынуда? Жаңа жылдан бастап сонымен көбейген зейнетақы мөлшері қанша болуы мүмкін? Тақырып қызықтырса, видеоны соңында айтатын боламыз. Достар, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ұлттық экономика министрлігі Қазақстанда 2026 жылы базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35.596 теңгеге жетіп, 1-2 жылдан кейін 40.000 теңгеден асады деп болжап отыр. Қазақстанда базалық зейнетақы ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты. 2025 жылы ең төменгі зейнетақы 32.360 теңгені немесе ең жоғарғысы 50.851 теңгені құрайды. Ең төменгі зейнетақыны еңбек өтілі жоқ немесе 10 жылдан аз жұмыс өтілі бар зейнеткерлер алады. Ал ең жоғарғы зейнетақыны ресми түрде 30 жылдан кем емес жұмыс істегендер алады. Базалық зейнетақы жыл сайын жалпы ішкі өнімнің ұлғаю есебінен де зейнетақының зейнетақы кіретін бөлігінің ұлғаюына байланысты да өседі. Ұлттық экономика министрлігі Қазақстанның 2026-2028 жылдарға арналған әлеуметтік экономикалық дамуының болжамын жариялады. Бұл болжамға сәйкес 2026 жылы базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35.596 теңгені, немесе ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын құрайды. Оны 46.228 теңгеден 50.851 теңгеге дейін арттыру жоспарланған. 2027 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 54.106 теңгеге дейін өседі деп болжануда. Ол уақытқа дейін базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 37.910 теңгеге жетеді. 2028 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 57.405 теңгеге, ал ең төменгі базалық зейнетақы 40.184 теңгеге немесе 70%-ға көбеюі әбден мүмкін. Айта кетейік, базалық зейнетақының ең жоғарғы мөлшері бұдан да айтарлықтай артуы мүмкін. Жоспарлар бойынша ол 2027 жылға қарай ең төменгі күнкөріс деңгейінің 120%-на жетуі тиіс. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің өсуін ескере отырып, бұл көрсеткіш келесідей өседі деп күтілуде. 2026 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 118% немесе 60.000 теңге. 2027 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейінің 120%, яғни 64.987 теңге. 2028 жылы 68.886 теңге. Ең жоғарғы зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің 120% деңгейінде сақталған жағдайда. Дегенмен қазақстандықтар 1998 жылға дейін жұмыс істеген болса, базалық зейнетақы ғана емес, ынтымақты зейнетақы да алатынын айта кеткен жөн. 2025 жылы ең төменгі зейнетақының мөлшері 62.771 теңгені құрады. Бұл төлем 1998 жылға дейін толық еңбек өтілі бар азаматтар алады. Ерлер үшін ол 25 жыл, әйелдер үшін 20 жыл еңбек өтілі. Бұл туралы Нұр.кз порталы хабарлап отыр. Ұлттық экономика министрлігі 2026 жылы ең төменгі ынтымақ көлемі 69.000 теңгеге, 2027 жылы 73.538 теңгеге, 2028 жылы 77.951 теңгеге дейін өседі деп болжап отыр. Айта кету керек, болашақ зейнеткерлер ынтымақты төлемдерді ала алмайды. Өйткені олардың 1998 жылға дейін жұмыс өтілі жоқ. Олар үшін балама ретінде жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнасы арқылы жинақталған жинақтардағы төлемдер болуы керек.